Астана масқара суық. Ал Алматыдағылар болса, көшеде шай ішіп, жеп-жеңіл киіммен қыдырғандарын желіге жүктеп, мәз-мейрам. Ал сіз жақта ауа райы қандай? Қай қаладансыз? Пікірге жаза кетіңіз. Эфирде көршінің қызы, өзіміз отырып асықпай шай ішейік. Енді көріпкел бақсы балгерлер де салық төлеуі мүмкін. Депутат Айдостарым көріпкелдер мен психологтар сияқты мамандардың қызметін реттеуге арналған заң жобасын талқылау кезінде пікір білдірді. Көріпкел түгіл ертегілерге сенбейтін депутат, егер қоғамның белгілі бір бөлігі бақсы балгер психологқа сенсе, бұл сенім ақылға қонымды болу керек, яғни ешқандай трагедияға әкелмеу керек. Екіншіден, олар салық төлеу керек, қазына толуы тиіс деп жауап берді. Үйленемін деп сүйгеніне 950 мың теңге қалың мал берген ер адам сан соғып қалды. Оның сүйдім, күйдім деген сүйіктісі 3 баласы бар ажырасқан әйел болып шықты. Жігіттің айтуынша, олар өткен жылдың соңында әлеуметтік желіде танысқан, кейін бірнеше рет кездескен соң қос ғашық шаңырақ көтеруге бел буып, Астанадан пәтер жалдап, тіпті бірге де тұрған. Жігіт қызды ата-анасымен таныстырған, ал қыз оны туыстарымен таныстыруға асықпапты. Бірнеше ай өткен кезде қыз аяғы ауыр екенін айтып, жігіттің ата-анасы қыздың туыстарына қалың мал ретінде 950 мың теңге, ал қызға алтын әшекейлерге 650 мың теңгеге алып берген. Бірақ ақшаны алған бойда жас сүйікті бой жеткен жігітінің қоңырауына жауап бермей, ізім қайым жоғалады. Кейіннен қыздың осыған дейін отбасын құрып, тіпті 3 баласы бар екені де анықталған. Енді әкелердің декреттік демалысы еңбек өтіліне есептеледі. Қазақстанда әкелерге қатысты жаңа маңызды өзгеріс енгізілмек. Мәжіліс заңды екінші оқылымда мақұлдап, енді жұмыс істейтін әкенің кішкентай баланы күту үшін алған декреттік демалысы еңбек өтіліне есептелетін болады. Бұл норма зейнетақы тағайындау кезінде ескеріледі. Яғни, бала күтімімен отырған әкелердің уақыты жоғалған жылдар болып саналмайды. Ол дегеніміз жаңашылдық ата-аналар арасындағы жауапкершілікті тең бөлуге және әкелердің әлеуметтік құқықтарын кеңейтуге бағытталған. Бұған дейін мұндай мүмкіндік негізінен аналарға ғана қарастырылған еді. Заң мәжілісте қабылданып, қазір Сенаттың қарауына жіберілді. Құжат толық бекітілсе, өзгерістер алдағы уақытта күшіне енеді. Желідегі жылтыраққа сеніп, курс сатқыштарға алданбаңыз. Көптің сүйікті блогеріне айналған жиі байқау ұйымдастырып курс сататын Ерболат Жанабілов пен оның жары Эльмира Төлегеноваға заңсыз кәсіпкерлікпен айналысты деген айып тағылды. Тергеу мәліметіне сәйкес, ерлі зайыптылар Инстаграм желісінде 15 миллионнан астам жазылушысы бар парақшасын пайдаланып, заңсыз табыс көзін ұйымдастырған. 2025 жылы олар онлайн курстар сату арқылы ақша жинау схемасын құрған. Бұл курстардың негізгі мақсаты қымбат сыйлықтар берілетін ұтысқа қатысу болған. Алайда бейнематериалдардың басым бөлігі ашық дерек көздерден алынған және нақты білім беру құндылығы болмаған. Тексеру кезінде анықталғандай, сәттілік барабаны бағдарламасының параметрлері өзгертіліп, жеңіл сыйлықтарды ұтып алу ықтималдығы жасанды түрде арттырылған, ал құнды жүлделерді алу мүмкіндігі азайтылған. Күдіктілердің ең белсенді қатысушыға автокөлік табысталатынын жариялап, назар аударуды көздеген. Бірақ іс жүзінде жеңімпаз анықталмаған. Енді флай-арыстармен ұшатын болсаңыз, қабат-қабат киініп, шабаданның салмағын азайтудың қажеті жоқ. Себебі әуе компаниясы қол жүктің салмағын 5 келіден 7 келіге дейін көбейтті. Флай-арыстан бұл өзгерісті нақты талдау нәтижесінде, соның ішінде сұранысты, операциялық процестерді және басқа әуе компаниялар тәжірибесін зерттеу арқылы енгізгенін айтады. Әуе компаниясы өзінің қол жүгін тасымалдау қағидатын сақтап, әрбір жолаушыға белгіленген салмақ пен өлшем шектеулеріне байланысты бір ғана қол жүгін алып жүруге рұқсат беретінін еске салды. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме.
Ағалы інілі бауырлар бір-бірімен тиктокта 67 жылдан кейін танысып көріскен. Өрікбаевтар әулеті Семей қаласында тұрады. Бұл отбасының тарихы өткен ғасырдағы шекара бөлінісімен тығыз байланысты. Сол кезде әулеттің бір баласы Қытайда қалып қойған екен. Қазыбек Өрікбайұлы отбасының кенжесі. Ол дүниеге келгенде небәрі 5 күндік сәби болған. Анасы босану кезінде қайтыс болып, отбасы Қазақстанға шұғыл көшуге мәжбүр болады. Ал сол сәтте үлкен ағасы 17 жастағы Рамазан Өрікбайұлы оқуда жүргендіктен Қытайда қалып қояды. Осылайша бауырлар бір-бірінен көз жазып қалады. Алғашында Рамазан мен әкесі байланыста болған, алайда әкесі қайтыс болған соң арадағы хат-хабар үзілген. Туыстар да бірінен соң бірі өмірден өтеді. Ал бауырлар бір-бірінен бейхабар қала береді. 2025 жылдың қазанында Қытайда тұратын бір қария видео түсіріп, TikTok әлеуметтік желісіне жүктейді. Ол онда өзінің аты жөнін айтып, туыстарын іздейтінін хабарлайды. Осыдан кейін туыстар TikTok арқылы бір-бірін тауып, Қазақстанда қонақ болады. Көршінің қызының әңгімесі бітті. Келесі шайда жүздескенше аман сау болыңыз.